Сәлем достар! Біз сіздермен бірге бүгін испанский чизкейк Сан Себастьян деп аталатын оригинал рецептісін дайындаймыз. Оған керекті қажетті ингредиенттер: творожный сыр, сливки, 4 жұмыртқа, лимон, қант және кукуруз крахмалы. Творожный сыр мен қантты миксермен араластырып, үстіне кукуруз крахмалын қосамыз. Миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Оның үстіне 2 ас қасық лимон шырынын қосамыз. Және де оны тағы да миксермен араластырамыз. 4 жұмыртқаны бөлек ыдысқа салып алып, шанышқымен араластырып, массамызға қосамыз. Жұмыртқамызды бірден барлығын салмаймыз, 2 бөлікке бөліп саламыз. Ендігі кезегіміз сливкеде, оны да бірден барлығын салмаймыз, 2 бөлікке бөліп салып араластырамыз. Осындай секілді сұйық массамыз шығу қажет. 18 диаметрлік формаға пергамент қағазын салып, үстіне массамызды құямыз. Формамызды үстелдің бетіне 5-6 рет соғып, үстін тегістейміз. 230 градуста қызып тұрған пешке 30 минут пісіріп аламыз. Суыған соң тоңазытқышта 2-3 сағат мұздатып аламыз. Астарыңыз дәмді болсын!